Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз WordWall сайты арқылы тапсырмалар жасауды үйренеміз. Бірінші Google-ға кіріп WordWall жазамыз, немесе ссылкасын көрсететін боламын чатта, сол ссылкамен кіре аласыздар. Бірінші көрсетілген батырмаға басып кіреміз. Кірген кезде бізде регистрация деген шығады. Сіздерде мен мына жаққа уже регистрация жасап қойғандықтан менде жаңағыдай ашылып кетті. Сіз регистрацияны Gmail арқылы жасайсыздар, Google сайт арқылы. Осы регистрация жасағаннан кейін создай свое первое действие прямо сейчас дейді. Осыған батырмаға басамыз. Бізде қараңдар. Матчинг жасауға арналған тапсырмалар бар, тест тапсырмалар бар, колесо тапсырмалар бар. Біріншісінен бастап көрейік. Мысалға біріншісіне сіздер кіресіздер. Task 1 деп допустим тапсырма жасайсыздар. Task 1. Осы жерде қараңыздар. Мына картинаның батырмасын бассаңыздар, кез келген суреттерді жаңағы өзіңіздің компьютеріңізден загрузка деген батырманы бассаңыз, егер сіздің компьютеріңізде мысалға рабочий столда болсын, мынандай сурет болсын, бар болса, осы суретті қойсаңыз болады. Кешірім сұраймын. Одан кейін мына жағына сіз келесі суретті алсаңыз болады. Тағы да батырман басасыз. Допустим, менде мынандай тест бар осы жерде. Тағы добавить элемент дейсізді. Осылай суретті енгізсеңіздер болады. Егер сурет енгізбеймін, сөз жазамын дейтін болсаңыз, мысалға сәйкестендіру мағынасы бойынша мына жаққа бір басқа сөз жазасыз. Екінші жағына басасыз да, ол жаққа жазасыз. Тағы да элемент қосасыз мына жерге. Қалам тыныш. Тағы да элементті қосасыз. Мына жерге оның оқылуын тыңдатуға болады. Мысалға английский болса, осының тыңдауға болады. Название жаңағыдай. Осы екеуіне істейсіз. Егер де қате жазып қойған болсаңыз, немесе лишний болса, артық болса, мына жерде шелек батырмасын басып өшірсеңіз болады. Тағы төртіншісіне бір сурет таңдасаңыз болады. Суретке кірген кезде мені загрузка батырмасын бассаңыз, сізде компьютердің вкладкасы ашылады. И уже рабочий столға мына келіп, рабочий столдан керек суретіңізді алып аша бересіз. Екінші жағына дәл солай загрузкаға кіреміз де, мына суретті ашамыз. Одан кейін выполнена батырмасын басамыз. Қазір сохранение болып жатыр. Енді қараңыз, міне старт батырмасын басқан кезде бізге шығады. Матчинг жасап, мына сурет, мына жерде таңдалған бірінші суретті допустим, осыған алып келесін. Мына екінші сөз, жаңа сөз жаздық, екі сөз жаздық жай ғана. И мына картинамен біз мына картинаны қойдық, допустим. Таңдайсыз. Барлығы дұрыс деп шығады. Дұрыс емес болса, на месте дұрыс емес деп шығады. Бұл бірінші тапсырманың түрі. Бұл бізде матчинг жасауға арналған тапсырмалар жасаған кезде андай қарама-қарсы мағынасын тап деген сияқты тапсырмаларды қолдансаңыздар болады. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Екіншісінде бізде мынаны қараңыздар, найдите совпадение деді. Осы батырманы бассаңыздар, уже біздің қойылған жаңағы бірінші жасалынған тапсырмамыз уже екіншісіне автоматически өзгеріп тұрады. Мынаны таңдайсың, мысалға мынамен. Мынаны қойдық, дұрыс емес екен. Дұрыс. Дұрыс деп шығады. Уақытты қанша балл жинағаны барлығы көрсететін болады. Келесі тапсырмада ол тестке кірсеңіз, уже тест жүзінде беріледі. Жаңағы бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың өзі көрсетіледі, допустим, и ABCD 4 варианты болады. Осыны таңдасаңыз, дұрыс емес болса, на месте дұрыс емес дейді, дұрыс вариантын көрсетеді. Екіншісіне жаңағы батырман, келесі батырман бассаңыз, намен мынанікі мысалға.
Келесі батырманы басатын болсақ, ой, мынауысынан өтіп кеттік. Мынау дұрыс емес дейді. Мынау екен дұрыс варианты. Келесінде погоня по лабиринту деген батырма бар. Осы тапсырмаға кіріп көрейік. Енді бұл жерде старт батырмасын басамыз. Дұрыс деп шығады. Яғни мына жерде ловушкалар бар, оларға түсіп қалмау керек бұл жерде. Осы 4 варианттың барлығын дәл солай істеп шығасыздар. Міне оңға, солға, мына жерге мынаған түсіп қалмау керек. Допустим, мына жаққа жүреді, мына жаққа. Дұрыс емес болса, осылай X болып шығады сразу. Wrong деп. Келесі тапсырмаға кірейік. Самолетик тапсырмасы бар бұл жерде. Старт батырмасын басамыз. Яғни бір тапсырманы істесеңіз, оны түрліше ғып жаңа көрсетуге болады. Баланың жаттап алуға дейін. Мысалы, самолетикте сразу сол вариант қалып барамыз. Мынау дұрыс варианты. Екінші сурет шықты. Показать все батырмасын басасыз. Келесісіне кіретін боламыз, я? Случайные карты, случайное колесо деді. Давайте соны көрейік. Дұрыс вариантын таңдайсын. Картада біздің біреуі келеді, бір варианты шығады. Төменнен сосын сол варианттікін табамыз. Келесісін деп таңдасаңыз болады. Келесі жауып қоясын, басқасын шығарасын, таңдайсын. Келесі тапсырмаға кіреміз, ол случайное колесо болады. Старт батырмасын басамыз. Бұл жерге, мысалға, біз адамның, оқушылардың аттарын жазып қойсаңыздар болады. И осы колесоны крутить етсеңіз, мысалы, кімнің аты шығады, сол бірінші сабаққа шығады, сабақ айтуға шығады деген сияқты қылып пайдалануға болады. Келесінде, келесі тапсырманы көрейік. Бұл бізде ағылшын тілінде сөздерді жазылуы басқа, айтылуы басқа болғандықтан бұл жерде жазылуына өте көмектесетін тапсырма, мысалға. Осының ответі қандай, мысалы, допустим, жаққа шығарып жазасын. Екінші тапсырманы жазып шығасын солай. Қалай жазғанымыз. Келесі тапсырмада откройте коробку тапсырмасын көреміз. 4 вариант берілген, біреуін таңдайсын. И осы жерде жасырылған сұрақтың ABCD'де уақытқа, яғни 20 секундта дұрысын табу керексің. Мына вариант дұрыс, значит. Осылай жасасаңыздар болады, өте қызықты болады, сабақта кез келген тақырыпқа пайдалана аласыз. Бұл жаңа қазір ғана болған. Енді найди совпадение деген тапсырманы көрейік. Бұны өтіп қойдық біз. Тестті көрдік. Тестті көрдік. Бір вариант бересіз.
ABCD деп дұрыс вариантын таңдау қажет болады. Фантазияңызға байланысты кез келген тақырыпта түрліше пайдалана аласыз. Тапсырманы жасап болғаннан кейін соңында мына поделиться батырмасын басасыздар, немесе андай приватный жасайсыз, либо просто опубликовать етсеңіз болады. Частный қылып опубликовать етсеңіздер болады. Міне өзіңізге керек. И мына жақта мои действияның ішінен көре аласыз. Міне мои действияның ішінен осы тапсырма тұрады. Поделиться батырмасын басасыз, опубликовать етсеңіз болады. Немесе ссылкасын осы жерден копировать етіп аласыз. Сөйтіп өзіңізге WhatsApp-қа жіберіп, сол WhatsApp-тан ашып, осы ссылка бойынша интерактивный тақтада қосып көрсете аласыз сол кезде. Осыны копировать етесіз, осы ссылкамен немесе оқушыларға жіберсеңіз болады. Сол оқушылар осы ссылка арқылы сол тапсырманы көріп, жаңағыдай орындай алады. Кейін балын көре аласыз.